Салмалы болгар бұрышы тағамы. Сәлем достар, бүгінгі видеода салмалы болгар бұрышы тағамын дайындайтын боламыз. 60 грамм күрішімізді жуып тазартып алып, қайнаған ыстық су 200 мл-ге бұқтырып 10 минутқа қоямыз. Барлық көкөністерді төртбұрыштап турап аламыз. Салмамызды дайындау үшін барлық көкөністеріміз бен етімізді ыдысымызға салып араластырып аламыз. Салмамыздың құрамын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Туралған барлық көкөністерімізге демдеуіштерімізді қосып және бұқтырылған күрішімізді салып араластырамыз. 10 грамм сұйық майымызды қосып араластырамыз. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ас көгімізді араластырып, салмамызды дайындап, болгар бұрышына толтырмай салатын боламыз. Мінекей достар, кереметтей болгар бұрышындағы салмаларымыз дайын болды. Ендігі кезекте қазанымызды отқа қойып 90 грамм сұйық майымызды қыздырамыз. Қызып тұрған сұйық майымызға ақ пиязымызды араластырып қуырамыз. Пиязымызды алтын түске енгенше 5 минут қозғап отырып қуырып, үстіне сәбізімізді жақсылап қуыруымыз керек. Болгар бұрышын және қызанақтарымызды араластырып қуырамыз. Томат пастасын қосамыз. Достар, дәмдеуіштер мен қара бұрышты және тұзды өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар. Және томат пастасы мен қызанағымыздың қышқылдық дәмін алу үшін 1 шай қасық шекер қосамыз. Достар, менде көкөністер жиынтығы вегета дәмқосарынан 1 шай қасық дәмқосар қостым және теңіз тұзынан 1 шай қасық тұз қостым. 2 түйір лавр жапырағын араластырып, үстіне су құйып қайнатамыз. Қазанымыздың қақпағын жауып қайнатамыз. Мінекей достар, өздеріңіз видеода көріп тұрғандай сорпамыз бұрқырап қайнады. Қайнап тұрған сорпаға салмалы болгар бұрышымызды біртіндеп салатын боламыз. Егер сорпа аз болса, қайнаған су қосып жібересіздер. Мінекей достар, қазанымыздың қақпағын жауып 30 минутқа қайнатамыз. Және тұзын, дәмін өздеріңіздің қалауларыңызша бақылап көріңіздер. Егер аз болса, қосасыздар. Мен аз ғана тұз қостым. Достар, мінекей тағам дайын. Қалауларыңызша ас көк саламыз. Тағам дайын, дастарханға беруге болады. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бүгінгі тағамымыз өте дәмді болып шықты. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды. Сіздермен болған Қарлығаш.